Саламатсыздар ма ағайын? Бүгін мынау тышқан деген өрнекті тоқып көрсетемін. Бұнда қазір білтегеште 30 жіп тұр. Екі жиегіндегі жіп теріс тоқылады. Бұл негізгі өрнек мынау мінекей тышқан із. Бөкібайдың шетіне соғып салады әрлеу үшін тоқымашылар. Мен енді мынаның барлығын бөкібайша тоқыдым. Бөкібайша тоқып тұр. Енді қазір мынау міне оң жақ беті, басталған беті. Енді тоқып бастаймыз өрнектің өзін. Ол үшін бірінші жіпті іліп аламыз. Сосын жіпті кері шалып аламыз. Кері шалып алып, екі жіпті бірге қосып тоқып кемітеміз. Кері шалып аламыз, екі жіпті бірге қосып кемітеміз. Тартып, жіптеріңізді жөндеп қойыңыз тоқымаңызды. Кері шалып алдық. Екі жіпті бірге қосып кемітеміз. Мен жиегіне дейін жеттім. Келесі жиектегі соңғы жіпті теріс тоқимыз. Мынау тоқымамыз қайырылып кетпес үшін осылай шеткі жиектегі жіпті теріс тоқимыз. Енді екінші жол бұл жол барлығын теріс жаппай теріс тоқимыз. Шалып алғанымызда жіптің өзінде барлығын теріс тоқимыз. Енді үшінші жолға келдік. Тағы да пысықтап айтып өтейін. Бұл өрнектің табаны екі жіп, 4 жол. Біз екі жолын тоқып өттік. Енді үшінші жол жіпті бірінші жіпті іліп аламыз. Енді жіпті оң шаламыз. Екі жіпті бірге тоқып кемітеміз. 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 Үшінші жолды бітірдік. Енді төртінші жолда барлық жолды оң тоқимыз. Оң жаппай. Оң тоқимыз. Шалған жібімізді де, жіптің өзінде барлығын оң тоқимыз. Сонымен тышқан өрнегі дайын. Кешіріңіздер. Тоқыңыздар, менімен бірге тоқыңыздар. Мен аса тоқыңыздар, ауырмаңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар. Комментарий жазыңыздар. Аман болыңыздар.